сатылымды қалай арттыру керек? Клиенттер жазып жатыр, бірақ та сатылым ондай көп емес. Қай жерде сіздер клиентті жоғалтасыздар? Бұны сіздер AMA CRM-да анализ продаж деген отчеттан қарай аласыздар. Мысал ретінде осындай тестовый воронканы қарастырайық. Бұл тестовый воронкада не разобранное, получен новый лид, квалифицирован, КП отправлено, отправили счет және успешно реализовано деген этаптар бар. Және осы жерден бірден конверсияны бақылауға болады. 15% успешно реализованы, ал 85% отказға кеткен. Демек, негізі бұл сан енді әр фирмаға байланысты өте жақсы да, мүмкін жақсы шығар. Бірақ бізге неліктен сатып алмайды деген сұраққа жауап алу керек. Мен бұл жерден көріп тұрмын. Получен новый лид 94%, ал тек 48-і квалификациядан өткен. Демек, қалған практически 50%-і квалификациядан өтпеген, сразу отказға кеткен. Неліктен? Мүмкін сіздің бұл клиенттер дезинформациямен сіздің затты іздемей басқа нәрселер сұраған клиенттер болуы мүмкін. Мысалы, сіздер егер пуфиктар сатсаңыз, реклама мебель қажетте, олар пуфиктің орнына тек қана стол, басқа да бір заттарды сұрауы мүмкін. Екіншіден, квалификациядан КП отправлено. Тек қана жартысына КП жіберілген бағасы, ал қалған жартысына квалификациядан өте тұра бағасы жіберілмеген. Демек, мүмкін мына жерде менеджерлар дұрыс консультация бермеді де, клиенттер сразу бағасын да сұрамай отказға беріп жатыр. Егер бұл отчетқа сенетін болсақ, онда картинаны дәл осылай түсінеміз. Бірақ та бұл менеджерлар CRM-мен дұрыс жұмыс істемеген жағдайда, онда бұл отчет дұрыс емес көрсетеді. Қай жағдайда? Мысалы, менеджерлар клиенттерді получен новый лид деп лидтерді өзде алады. Содан кейін клиенттерді квалификация жасайды, одан кейін оған КП-сын жібереді, счет жібереді, ол міне сатып алдым дегенде, ол новый лидтан бірден успешныға жібере салады. Ал мысалы клиенттер болды, сатып алмайым, немесе 3 апта ол клиент ұмыт қалды, новый лидта жатыр, содан кейін ол болды, бұл клиент уже точно сатып алмайды деп, получен новый лидтен сразу отказға жібере салады. Хотя ол клиентке квалификациясын да жасады, КП-сын да жіберді, бірақ CRM-да бұны белгілемеді. Сол кезде сізде осы отчет дұрыс емес көрсетіледі. Сондықтан бұл отчеттерге қарап отыру керек, себебі CRM-ға осы отчеттер үшін ақша төлейсіздер. Түсіну үшін сіздің отдел продаждан жағдайы қандай болып жатыр, реклама қалай жүріп жатыр, қай менеджер қалай жұмыс жасап жатыр. Соны түсіну үшін менеджерлардан әр этапқа клиенттерді күн сайын CRM арқылы өзінің жұмыс істеп жатқанын CRM арқылы белгілеп көрсетіп отыру екенін талап етіп отыру керек.